Сәлем баршаңызға. Қалай шай мен вареньеден және үйдегі бар заттан пирог жасауға болады. Соны білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді шықты. Маған ұнады, жасап көріңіз. Ол үшін бізге бір-ақ жұмыртқа керек. Және кішкене тұз салып араластырамыз. Мен бұл пирогты үйде көп жасаймын. Міне біздің шайымыз, жылы шай 1 стакан қосамыз. Араластырамыз. Жарты стакан қант. Араластырамыз. Және міне тосабым менің. Құлпынай тосап менде 1, 2, 3, 4, 5 қасық қосамыз. Кез келген тосап бола береді. Өріктен болсын, құлпынайдан. Тосап болмаса, джем, повидло бәрін қоса беруге болады. Міне майымыз 100-150 грамм май қосылады. Араластырамыз. Енді сода қосамыз. Соданы гасит ету үшін, кішкене ашуын басу үшін лимонның қышқылын қосамыз. Кішкене ғана. Енді жақсылап араластырамыз. Сода кішкене көбіктенсін. Және біз әрине ұн қосамыз. Онсыз қандай пирог болады? Әрине ұн қосамыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеода құйрық пенен картоптан шашлық жасаймын. Сол видеоны өткізіп алмау үшін маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне ванильный сахар салдым 1 қасық. Қалауыңызша саласыз енді бұны да. Салмасаңыз да болады. Міне осындай қоймалжың қамыр шықты. Қаймақ сияқты, қоюлығы осындай қаймақ сияқты болу керек. Жаңа қалған майды енді мына пергаментке жағып, ыдысымызды майлап аламыз. Массамызды салып, 180 градусқа 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мына дайын. Бетіне кішкене суытып аламыз өзінің ыдысында 1 жарты сағаттай. Бетіне кішкене сахарный пудрасы септім. Немен әшекейлесеңіз өздеріңіз білесіздер. Шоколад қоясыздар ма? Қазір міне дәмін көрейік. Өте дәмді. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.